Үкімет қабылдаған тұрғын үй коммуналды шаруашылығын модернизациялау бағдарламасы Алматыда қарқынды жүріп жатыр. Шаһардағы ескі үйлердің әрін келтіріп, әбден тозған желілерді ауыстырылуда. Бағдарламаның барысы жайлы тілші толықтырады. Бүгінде Алматыда 3000-нан аса лифт бар. Олардың 800-інің әбден тозығы жеткен, әрі қарай қолдануға қауіпті. Қазір олар заман талаптарына сай жаңасына ауыстырылуда. Қазір Әйтеке би көшесіндегі 9 қабатты 123 үйдің 2 подъездінде осындай озық үлгідегі 2 лифт орнатылып жатыр. Очень довольны, что Біз тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бағдарламасының қабылданғанына қуаныштымыз. Оның бір нәтижесі міне жаңа лифттер орнатылып жатыр. Бұл өте сапалы, дыбыссыз, іші көз қуантарлық. Біздің үйдің шатыры да жөнделді. Жертөле іші құрғақ, элеватор түйіндері жақсы жұмыс істеп тұр. Қазірдің өзінде қысқы маусымға дайынбыз. Былтыр қолға алынған бағдарлама биыл жалғасын тауып жатыр. Оны жүзеге асыру үшін Алматы қаласының өзіне 2011 жылы 800 миллион теңге бөлінген. Біз жөндеу жұмыстарын 1960 жылы салынған үйлерден бастадық. 56 үй толық жөнделді. Сонымен қатар 16 лифт жаңасына ауыстырылды. Bir лифттің құны 3 миллион 150 мың теңге. Үйдің жалпы аумағының шаршы метріне сәйкес ақы алынады. Орташа мөлшерде бір отбасы айына 900-ден 1800 теңгеге дейін төлейді. Сонда мемлекетпен 7 жыл ішінде толық есептеседі. Биыл Алматыдағы көп қабатты үйлерге 140 жаңа лифт орнатылады. Мәншүк Шымырбай, Владимир Антонов, Ғалым Шалабаев, Хабар, Алматы.